Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге доктор Алмат. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз қалай үй жағдайында дәрі-дәрмексіз қанды сұйылтуға болады, сол жайлы айтып өтетін боламын. Жалпы көп адамдар қанды сұйылту мақсатында кешкі уақытта тромбаз, кардиомагнил немесе аспирин сияқты дәрі-дәрмектерді ішіп жүреді. Егер сіздің асқазаныңызда проблемалар болатын болса, онда бұл дәрілік препараттар сіздің асқазаныңызды ауыртады. Ал мен бүгінгі айтатын сізге осы рецепттер бұл дәрілік препараттардан еш кем қалмайды. Сол себепті видеоны соңына дейін көріп, пайдалы ақпаратты тыңдай отырыңыздар. Жалпы бізге не үшін қан сұйық болу керек организмде? Адам ағзасы 50 жастан асқаннан кейін қан сұйық болуы тиіс. Себебі бұл инсульт, инфаркт сияқты аурулардың алдын алады. Егер біз күнделікті дәрі-дәрмектер ішіп немесе осындай рецепттермен қанымыз сұйық қалпында ұстайтын болсақ, бізде инсульт, инфаркт сияқты аурулар болуын қаупін төмендетеді. Сол себепті бұл маңызды. Жалпы адам ағзасында шамамен 5 литрға жуық қан бар. Жалпы қан дегеніміз ол сұйық дәнекер тінінен түзілген дененің ішкі ортасы. Ол плазма және де жасушалардан тұрады. Ол жасуша құрамына эритроцит, тромбоцит, лейкоцит кіреді. Қан тамырлардың жабық жүйесінде үздіксіз айналып, денені тасымалдау, терморегуляторлық, қорғаныс, гемостатикалық сияқты әртүрлі функцияларды қамтамасыз етеді. Қанның қою болуының адам денсаулығына 3 негізгі әсері. Бірінші, қан қою болатын болса, ол қан ағымына кедергі келтіреді, яғни капиллярларды бітейді, тромб тудырады және адамның метаболизмде оттегі мен қоректік заттар тасымалдауында қиындықтар тудырады. Екінші, қою қан ағымына қарсылықтың жоғарылауын тудырады. Соның салдарынан қан айналым жеткіліксіз болады. Бұл өкпе, ми, жүрек сияқты маңызды органдардың ишемиясын тудырады. Үшіншіден, қою қан артерия қабырғасында зиянды заттарды көбейтіп, атеросклероз тудыруы мүмкін. Қан сұйылтатын дәрілер тромб пайда болуын алдын алып, денсаулықтың мәселелерін шешуші рөл атқарады. Олар терең тамыр тромбозы, инсульт, инфаркт сияқты күрделі мәселелердің алдын алуға көмектеседі. Дегенмен адамдар әрқашан денсаулық мәселелерін шешуге көмектесетін табиғи және қауіпсіз әдістерді іздеген және де іздейді де. Қанның табиғи қан сұйылтқыштары ретінде де әрекет ететін белгілі бір құралдар да бар. Бұл видеода мен оларды егжей-тегжейлі сізге айтып өтетін боламын. Осы видеода қан сұйылтқыштардың артықшылығы мен кемшіліктерін айтып өтетін боламын. Ең бірінші ол куркума. Яғни куркума бұл азиялық тағамдардың жиі қолданылатын дәмдеуіш заты. Ол көптеген елде қасиеттерімен танымал, әсіресе куркумин құрамына байланысты. Куркуминнің қан сұйылтқыш ретінде маңызды рөлі. Куркумин куркуманың құрамында кездесетін белсенді бөлігі болып табылады. Әртүрлі зерттеулер оның табиғи антикоагулянт ретінде әрекет ететінін көрсетті. Бұл қан ұю факторларын тежеу және қан ұйғыштардың алдын алу арқылы жүреді. Куркума мен куркумин қоспалары денсаулық үшін өте маңызды. Екінші, ол имбир. Куркумаға жататын тамыр болып табылады. Оның құрамында салицилат, яғни табиғи химиялық зат бар. Бұл химиялық зат аспирин ретінде әрекет етеді және қанның ұюын тоқтатып, сондай-ақ имбирде гингерол деген аталатын нәрсе бар. Бұл зерттеулерде оның антиагреганты, антикоагулянты, яғни қан сұйылтқыш әсері жоғары екенін айтып өтуге болады. Бұл имбирді қалай тазартып және қолдануға болады деп сұрасаңыздар, ең бірінші осы свежий имбирді алып шайға немесе сорпаға немесе қуырып немесе басқа зат түрлерінен жасап қолдануымызға болады. Бұл имбирді немесе шайнауға да болады және қосымша. Үшінші, корица, яғни қазақша айтқанда даршын. Оның құрамында антикоагулянттық қасиеттерімен танымал кумарин деген химиялық заты бар. Даршын денсаулық үшін пайдалы, бірақ үлкен дозалар ұзақ уақыт қолдану бауырға зиян тигізуі мүмкін. Диетаға көп даршын қоспас бұрын немесе даршын таблеткаларын қабылдамас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіп алғаныңыз жөн. Төртінші, каен бұрышы. Салицилаты жоғары каен бұрышта қанды сұйылту қасиетіне ие. Олар сондай-ақ қан қысымын төмендетуге, қанның ұюын тоқтатуға көмектеседі. Құрамдағы капсаицин каен бұрышында дәмді дәм береді. Ол қанды сұйылту қасиеттеріне ие деп болжануда. Бұл қан айналымы жақсартып, қанның ұюын азайтады. Бесінші, Е дәрумені. Е дәрумені күшті антиоксиданттық қасиетке ие. Ол жеңіл антикоагулянт ретінде әсер етеді. Зерттеулер көрсеткендей, Е дәрумені тромбтарды тоқтата алады. Алтыншы, сарымсақ. Сарымсақ бүкіл әлемде қолданылатын ингредиент.
оның жеңіл антикоагулянттық қасиеті бар. Оның құрамындағы аллицин тромбтардың пайда болуын тоқтатады. 7. Алоэ. Жалпы алоэ денсаулыққа көптеген пайдалы қасиеттерге, соның ішінде қанды сұйылтатын қасиеті. Алоэның құрамында имбир, каен бұрыш сияқты салицилаттар бар. Алоэ вераның бұл химиялық заттары антикоагулянт ретінде әрекет ете алады және тромбтарды азайтып, оның еруіне әрекет етеді. 8. Жүзім тұқымының сығындысы. Жүзім тұқымының сығындысы өзінің ықтимал антиоксиданттық қасиеттерімен танымал. Оның сондай-ақ табиғи қан сұйылтқыш ретінде әрекет ете алады. Жүзім тұқымының сығындысы осы біздің жасушаларымызды тотығудан болатын зақымданудан қорғайтын болады. 9. Омега-3 май қышқылдарын көп қолданыңыз. Бұл қоректік заттар тромбоциттердің бір-біріне жабысып, тромбтардың пайда болуына жол бермейді. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін омега-3-ді көбірек алуға тырысуыңыз керек. Омега-3-дің ең көп танымал көзі ол балық, әсіресе лосось, скумбрия, сардиния сияқты майлы балықтарда кездеседі. Сіз оны жаңғақтардан, немесе бұршақ дақылдарынан, немесе бұршақтардан алуыңызға болады. 10. Қаныңыз сұйық жақсы ағуы үшін сусызданудан аулақ болыңыз. Сусыздану қанның қоюлануын және тромбтардың пайда болуын, гемоглобиннің арттыруын шақырады. Ылғалдану және қан айналымын сақтау үшін сіз күн сайын жеткілікті мөлшерде су ішуіңіз керек. Яғни орташа есеппен алғанда 2-2,5 литрға дейін су ішуіңіз керек. Оны біз әр килограммға есептейміз. Әр килограммға 40 мл су пайдалануымыз қажет. Осымен видеом соңына келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, осы видео лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздерге пайдалы ақпарат болды деп сенемін. Келесіде қандай ауруды талқылайын, соны комментарийға жаза кетіңіз, талқылайтын боламыз.